Баршаңызға ассалаумағалейкум достар. Бүгін осындай өте дәмді әрі пайдалы салат түрін дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріңіз. Ұнаса лайк басып, пікір қалдырып өзіңізге сақтап алыңыз. Ең алдымен көкөністерді жақсылап жуып дайындап аламыз. Одан соң теркінің осындай жағымен сәбізді өткізіп аламыз. Осындай дөңгелек болып шығуы керек. Одан соң өткізген сәбіздерімізді салқын суға салып қоямыз. Келесі шалғамымызды алып, яғни редискін алып, керек емес екі жағын кесіп тастап, теркінің осындай жағына өткіземіз. Видеода көрсетілгендей болып шығуы керек. Ендігі кезек черри помидорын алып, ортасынан екіге бөлеміз. Одан соң болгарский перецті тазалап аламыз. Видеода көрсетілгендей ұзынша етіп тураймыз. Барлық тураған көкөністерімізді арнайы бір араластыруға ыңғайлы ыдысқа сала береміз. Қайнап тұрған ыстық суға лимонымызды салып, одан кейін брокколи салып, 2-3 минут суда бұқтырып аламыз. Брокколиіміз ыстық суда қайнап кетпеуі тиіс, өзінің түсін ұстап тұруы керек. Келесі цветной капустамызды алып, дәл солай 2-3 минутқа бұқтырып аламыз. Бұқтырылған цветной капуста мен брокколиді суытып, сорғытырып аламыз. Керек емес қатты жерлерін алып тастап, үлкен бөліктерін қалауыңыз бойынша кішкене бөліктерге кетсеңіз болады. Тураған барлық көкөністерді осылай бір ыдысқа салып қоямыз. Одан кейін үстіне кукуруз саламыз. Тұз саламыз, одан кейін кристальник саламыз. Сұйық май құямыз. Салқын суда тұрған сәбіздеріміз саламыз. Бітпейтін бір жарты лимон суын сығамыз. Араластырамыз. Осымен біздің пайдалы салатымыз дайын. Баршаңызға ас болсын. Видео пайдаңызға тисе лайк басып, пікір қалдырып өзіңізге сақтап алыңыз. Достарыңызбен бөлісуді де ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған футблогер жігіт Мейрамбек.